Alo. Alo, militsiya bölümü. Сәлеметсіз ба қарағым? Сізбен сөйлесіп тұрған профессор Жансейітовтің әйелі. Я, Жансейітов. Қарағым, сіздерде біздің баламыз жатыр еді. Бүгін қайтаратын болып келісіп едік. Қашан жібердіңіздер? Не дейсіз? Кеткеніне 3 сағат болды дейсіз бе? Жарайды. Рахмет. Қойып қайттыңдар ма? Жаңа зиратқа желдеген шығарсыңдар. Үйлеріне кіріп шықтыңдар ма, ұзақ отырмағансыңдар ма? Сен нәгені барып көмектеспедің? Зират басында да болған жоқсың. Ойбай-ау, менің қолым тиіп жатыр ма? Кеше күнде күзетінде болдым. Бүгін поштасуға кіріп шықтым. Одан артық не қыл дейсің маған? 15 күнге өліп кетпес еді. Бұрындары ондайды көрмеген балаға бір күннің өзі бір жылдай. Босатқандарына 3 сағаттан асып кетіпті. Әлі жоқ. Жүрген шығар келер. Ардақтаған ата-анама сәлем беріп. Балаң келді. Келдің ба? Қалайсың? Ассалаумағалейкум. Сенімен сөйлесетін уақытым жоқ. Қызметке кетіп барам. Қарның ашқан шығар. Ас үйде ет пісіп жатыр. Нанын илеп кеттім. Өздерің салып жерсіңдер. Өзің жүдеп қалыпсың ғой. Енді ұмытылмастай сабақ болған шығар. Анашым, өмір деген үлкен мектеп. Қанша оқысаң да сабақ болсын. Сен институтқа түспей жүргеніңде осыдан екен ғой. Папа, сен менімен кетіп тұрсың. Бірақ айтқан сөзіңде шындық бар. Ал, сабақ алған балаң тұрмын. Асқар, мен саған неше айттым әкеңнің бетіне келме деп. Онсыз да азам өтіп тұр. Сазайыңды үйге келген соң береді. Анашым, сен папамды қанша мынандай илегенмен маған ашуың жетпейді. Мен оны білемін. Бұл ашуланбашы. Түрмеден шыққан баласын анасы деген жыларсықтан күтіп алар болар. Көріп тұрмын ғой. Құшақтағы сенің келсін. Күйдіріп-ақ біттің ол жалғыз. Өзің жүдеп кетіпсің ғой тіпті. Манадан бері қайда болдың? Қайда болушы едім? Сол қабірдің басында болдым. Мен сені көрмедім ғой. Папа, сен қатты қайғырып тұрдың. Кісі көретіндей халде болмады. Оның үстіне өзімді кішкейлігін ұстап көрдім жоқ. Санжар ағаңды жақсы көруші едің, шыдамаған екенсің ғой айналайын. Ендеше мен кеттім. Жарты сағаттан кейін мынамызға алып жібересіңдер. Жарайды анашым. Жұрттың қабірден қайтқан 2 сағат болды. Қабірдің басында Санжар ағаймен оңаша болдым екен. Аман жақтан көр қазушылардың әңгімесін тыңдадым. Балам, көңілге жақсы емес екен. Түрмеден шыққан адам көңілге жаман бола ма? Кер сөйлеп кергілесеміз бе? Әлде жа, немене үшін қорсын? Не айтсам да сенбейсіз ғой? Ай, тыңдап көрейін. Жарайды. Оның өзінің айтатынында қызық шаман. Кәдімгі төбелес. 2 хулиган бір жап-жас қызға байланысып тұр екен. Сен сонда солардың үстінен шыға келдің. Дәл үстінен түстім ғой. Кәдімгі ана қыз жібер деп шыр-шыр етеді. Ал ана 2 хулиган болса жіберіп қойды. Біреу қылжақтап, біреу айбат шегіп, ана парктың түбінде барда ысырып бар деген. Адамның сирек жүретін жер екен. Сен ол жерде не істеп, не қылып жүрсің ғой? Жай бір ой ойламаққа қиялданып барған ғой. Отыршы балам. Тым болмаса бір оригинальный оқиға ойлап таппадың. Ғафу ет папа. Бірақ сенің мына қазіргі кескінің милиция бастығында аумай тура сол ұқсап айттым. Тек үстіге форма киіп алсаң. Жа, келешеме болды. Сол қабірдің басында болды. Санжар ағаңды машинаға қойды. Түтіннен келген ажал.
әлде машинаның астына өзі? Жоқ, олай да болмас. Ондай болмаса керек. Санжарға ондайға бармайды ғой. Қастандық болуы да мүмкін емес. Ешкім танымайтын таксидің шофері. Иә, тікелей қастандық жазғырып деуге қиын ғой. Неге күмілжіп тұрсың? Шайын Кемелбек Қаражановичтің сөзі. Қалай құйқылыштарды, Иә. Ол жаман сөйлеген жоқ. жаман сөйлеген жоқ емес, әке. Тіпті ғаламат сөйледі деңіз. Білмеймін, әйтеуір сол жерде отырған адамдардың барлығын риза қылды ғой. Бірақ жұрттың ұқпайтын бір нәрсесі бар. Шын қайғырған адам суы түспей алмайды. Жазыққа өлмей. Папам мақал шығара бастады. Сонда папа, сенің ең жақын досың қабірдің басында сөйлей алмай қалғаның да содан ба? Иә, содан. Бәсе, сезбе. Сенің айтатын сөзің қиын сөз. Оған әлі біраз уақыт керек. Оның үстіне менің де айтар сөзім дайын емес. Санжар ағаймен оңаша болдым. Сен жыладың ба? Немене? Әке ашық тілді ұрпақ атансақ та, біздің де көзімізде жас бар. Бол. Өзің айтушы едің ғой. Көкбай ақынның өлердегі өлең. Қит етсе Көкбай, сөйтті десіңдер, ал енді мен кеттім. Орныма егін ексем. Солай Санжар ағай кетті. Санжар дейсің. Енді институттың қабырғасы болсам. Сен институттың жағдайын қайдан білесің? Ең кішкентай қызметкер өсекті бастығынан бұрын естиді деген. Оның үстіне Санжар ағай маған арты сырын айтады. Бірақ алдырмайды. Саған. Иә, Тамыр қауымда дұрыс шығар әрине. Санжар ағай маған жағын болады. Тіпті сенің маған жаның ашып дейді. Бір рет болсын адам ұсақ әңгіме айтпадық қой. Сонда менің саған айтқан ақылым аз болған ма? Жоқ, айтқан ақылыңыз аз емес. Мүмкін өзіңнің жетесіздігің болар. Бірақ Санжар ағай маған ақыл айтпайды. Ол менің сырласым досым болады. Иә, папа, сізбен құрдас болғанмен ол маған үлкендігін білдірмейді. Тіпті ақыл сұрайды екен. Сенен бе сонда ақыл сұрайды? Иә, тіпті жазар алдындағы ойлармен пікірлеседі. Иә, мүмкін қарып қалып пікір айтпаған болар, бірақ өзімді мен сондай кезде адам ретінде санап қалдым. Ал сенің маған жаның ашып айтқан сөздеріңді естігенде өзімді бір енесінің емшегін таба алмай жүрген соқыр жүрегімді сездім. Солай деп ол. Иә, солай екен. Неге ойланып қалдыңыз? Сен маған бұрынғыдан қарағанда көзіңе басқаша түсіп тұрсың ғой. Сенің балықтан шығып ой ойлай бастаған кезіңді де өткізіп алыппын. Иә, күндіз көше сыпырып жайлы мекенімізге келіп жайғастық. Бірден құлай кетпей қоршаудың ішіне шықтым. Кімді нені күткенімді білмеймін, бірақ бірдеңеге үміткер сияқты едім. Асқар, Мәссаған, сен мұнда не жүрсің? Саған келдім.
маған келіп. Иә, ол менің ақысы. Қалай енді ақысы? Келдім, ертең де келем. Өзің ғашық болып қалғаннан саумысың иә? Не воображай, пожалуйста. Келдім, вот и все. Сенің мына қазақшаңды кісен деуге аттай екен. Тіліңді сындыратын адам болмаған осы керек, иә? Сен мені мазақтама. Қазақшаны қалай жақсы біліп жүрсің? Қазақшаны? Менің әжем болған. Ол маған тілді ғана емес, біраз ғаламды үйреткен. Она что, образованная была? Нағыз бақтың өзі болады. Профессор болды ма? Профессор? Сенің айтып тұрған мына профессор ма? Хватай выше. Сен мені Академик. мазақ етесің. Жарайды, сен өзі орысшаға баса бер. Бірақ мен сені мазақтап тұрған жоқ. Менің әжем шынында да мақтанады болған. Жарайды. Ал мына жер жаман жерге ұқсамайды, оның үстіне мындай қыз келіп тұрса. Қара жұмыс істейсіңдер ме? Ауыр емес пе? Иә, қара жұмыс істейміз. Бірақ өзімнің қоғамға пайдалы екенімді осы жерде ғана білемін. Көше сыпырамыз, мусор тазалаймыз, арықтарды тазалаймыз. Иә, бұның барлығы қоғамның пайдасы емес пе? Мен саған кішкене тамақ алып келдім. Правда, с сухим пайком. Тамам. Мә, рахмет. Сен білесің, сен сондай жақсысың. Мен нені көріп тұрмын, қыз бен жігіттің кездескен жерін қара. Нағыз махаббат айтатын жер, а? Сарғос балапан, тұмсығың қатайып, шоқуға жарап қалған ба? Байланыспай жүрген дұрыс. Мынау сені ғой. Тағы да қандай өнерің бар? О, ничего мордашка. Бір ауызға салғандай екен. Бауыр, мына жерге кетсек қайтетсең. Зәренді зәр түбіне түсірді ма? Оқыман. Қой. Асқар, байланыспай қойшы. Аяғына жығылмасам болмас. Не кіреблейсек оғым? Байқаймын, сен әлі тәрбие көрмеген бала екенсің. Оқасы жоқ, тәрбиелейміз, байлық асықтай боласың. Мынау тұмсығыңа қарасам, сен бір интеллигенттің баласы боларсың. Папаң мен мамаң ақылды сөзді көп айтып, көп не қылған шығар. Қорықпа, біздің сөз қысқа, келте болады. Аргументіміз біреу-ақ, төз қалсын. Ол мынау, жақсылап преске жіберсең, бірден аяқ бітесің. Бауыр, сенің мына жерде сандырағын тыңдап оқытқан жоқ. Жай ғана. Асқар, байланыспай қойшы. Сен өтпе. Бұл жігітке көзді ашып жұмғанша қайрат боламыз. А ну-ка, барышня, отвернись. Не трогайте его. Моего жива поработаем. Заступница. Мына боқтамымен дискуссияға уақыттар. Одан да получай сразу. Вот это да. Бұны жабайдайсың, апперкот дейді. Апперкот Естігенсің. Апперкот не естіген. Және правый хук, левый хук, клинч дегендер бар, оны естігенсің бе? Жоқ, ондай пәлені естігенім жоқ. Естімесең сол. Ай, сен өрамыздың жігіт екенсің. Өз компанияны осы олап сені. Адам боласың. Мына жерден табанын шалтыратсайшы. Есіміз. Мынау қалжың түсінбейді. Сен не ойлапсың? Мынау қалжың түсінбейді екен ғой. Милиция! Тағы да 15 сутка алын келді ме? Түрмеге алған ғой өзіңе. Маған да қандай? Кемінде 3 ай керек маған. Кел. Милиция! Тағы байланысымыз жоқ. Саламатсыз Жанжары. Асқаржан, амансың ба? Амансың ба қарағым? Түрмеден көрмеген нәрсе ме еді? Маған түрлеріңе қарағанда онша жайсыз емес болған сияқты. Ой, аға Асқарға бір хулиган тиісіп. Тағы төбелестің бе? Жай, повторение пройдено. Өзі қорқып қашып кетті. Жұдырығыңды жасап тұрған екенсің ғой. Байқа,
Мен өзі мезгілсіздеу келіп қалған жоқпын ба? Жоқ Санжар. Тап мезгілінде келдіңіз. Қолға да бір күн береке деген. Бірге шыңғара өзің. Отырсың. Қолын ашып ұстай келу екен, өзіңді сыпқыртып бір сабап алатын. Шапалап қойдырсаңыз да болды. Жоқ, асқар тіпті жазықсыз. Қызданыш үшін жапа шегу жігітке әділетсіз болған екен. Баяғының аристократтары қызданыш үшін пистолет жұмсайтын. Қазір құдайға шүкір жұдырық қана. Ал қарағым, сен қиналма, оқасы жоқ. Рахмет аға, ал мен кетейін. Ғафу етіңіз. Қош бол әле. Ерте келесің ғой? Келем. Аха, ештеңе келе жоқ иә? Санжар аға, әле қыз. Жақсы деген. Сол. Тіршілік болған соң оның кәсібетін жатыр. Ренжіген кезде болған шығар әрине. Оның бәрі бір пайдасы. Сонда бұл сөздің мені жамандықтан сақтағаныңыз ба? Тіршіліктің анамның сөзінен ала жүрген жас. Ассалаумағалейкум, Ореке. Құттықтаймын Ореке, шын жүректен құттықтаймын. Енді үлкен тойыңыз бар. Рахмет Санеш. Бірақ алда әлі сайлау бар. Асатпай жатып құлдық демеу керек болар. Сіздің өтетіңізге кәміл сенемін. Сол үшін бетіңізден сүйіп Рахмет алғым Санеш. келді. Бірақ Насакеңнің аштығына қорқамын. Алдымен Орекенің қолын құттықтап Рахмет Сәкен. Содан соң қанша сүйсеңдер рұқсат. Ал Ореке, қадамың сәтті болсын, сенің өтетіңе сәне ғана емес. Мен де сенем. Держись, старина. Тасыппағайын, рахмет Санжар. Үмітсіз сайтан деген, үміттенеміз ғой. Бірақ тым сеніп қалсаң да жаман. Жазатайын құлап қалсаң, орныңнан тұра алмай қалуың да мүмкін. Жаман айтпай жақсы жоқ деп тұрғаның ғой. Ондайдан аулақ етсін. Алда жалда ондай жағдай бола қалса, міне, маған сен. Мен құлап үйренген тәжірибем мықты. Ассалаумағалейкум. Ал Ореке, құттықтаймын. Рахмет Шын Қазеке. жүректен құттықтаймын. Рахмет Қазеке. Мұндай қуанышты күні үйге бір келмесем деп ұят болар деп, оның үстіне жаңа көп алдында қолымды мықтап қыса алмадым. Рахмет Қазеке. Қызмет бағыңыз жібермеді ме әлде? Жат көздерден сескендіңіз бе? Қазақ Алексеевич. Бәсе, Санжар неғып бір шақ болмақ деп едім ол. Қызмет бабаның оңай емес екенін менің орныма келгенде білесіз. Қазақ Алексеевич, қорықпай қойыңыз. Әзірше ондай қауіп жоқ. Басқадан болса болар, сенен қауіп жоқ екенін өзім де білемін. Білгеніңізге рахмет. Ай, Санжар, маған түгінді тікіретесің. Өзім көп нәрсе түсінбей жүрсің ғой. Қазақ Алексеевич. Менің қазір түсінбей жүрген нәрсем көбейіп барады. Сәлем бердік. О, ана келін. Бір жақсылықтан үміткер болғасын үйден отыра алмадым. Ал құттықтаймыз, тілектеспіз. Рахмет Қазеке, біздің жалда бір бәйгеге қосыпсыздар. Енді көрелік оның қай жерден келеді. Әрине, жақсы сөз жарым ұрыс деген үміткерміз. Оның үстіне шүкір, сеніміміз де бар. Ал, уақыт болып қалды. Ореке, мен тұрайын. Жақсы Тағы Қазеке, да рахмет. құттықтаймын. Ал Санер, бізде тұрайық. Жақсы, мен Рахмет, сіздерді Сәкен. шығарып салайын. Жүріңіздер. Әке, жарты сағат болды ренжісіз. Терең ойға батып кеттіңіз бе? Айтсаңыз қайтеді. Шағым. Баласының мен де әке баласынан жасатын сырларым көп. Әрине, өмір деген ақ пен қара ғана емес, 90 түрлі бояу бар. Мүмкін мың түрлі бояу бар.
шыны керек. Жұрттың бәрі мені Санжарға қиянат жасады, тіпті жаны ашымады деп те айта алмайды. Ал өзіңізше? Өзім де басында солай ойлаушы едім. Қал жағдайын сұрап, көмектесудің орнына. Сіз сонда оны мүсәпір еткіңіз келді ме? Сен не деп тұрсың? Папа, шын әділет қайрат сұрамайды деген. Ауыр айттым. Әрине, әр заттың реті бар емес пе? Екі дос жарадың, бір-бірінің қал жағдайын сұрасып тұрса қорлық емес қой. Кейін кезде ол тепсіліп келіп, зіл тастауды да шығар. Сонда сіз өзіңізді Санжар ағайдың орнына қойып көрдіңіз бе? Санжардың бар жағдайын түсіндім-ақ қой деп жүредім. Бірақ Сол бірағым көбейіп тұрған мен. Ең қатты бататыны Санжармен соңғы кездесу. Сол кездесудің соңы екенін білгенде. мана зират басында түріңіз өкіріп шошып кетті. Басқаларға қарағанда Санжар ағамның қазасы сізге қатты батты. Ішіңізде бір жеген түйткілдің бар екенін мен сездім әке. Мен сені қимаймын, папа. Не үшін? Не үшін екенін өзім де білмеймін, бірақ мүмкін қатты күйзелгеніңіз үшін шығар, қатты қасірет шеккеніңіз үшін шығар. Бірақ мен қасыңыздамын ғой. Болыңдар. Кіріңіз. Сәлеметсіз бе Асқар? Сәлеметсіз бе? Гүліңе ме? Мен милицияға бардым. Милицияға бара бардың ба? Ты же сказал, что тебя выпустят вечером. Оказывается, ты давно ушел оттуда. Үйде кім отыр? Неудобно, наверное. Жоқ, түкте не удобно жоқ жүр. Сен таныстырайын. Сәлем, Асқар. Саламат болшылар. Бұл әлия дейтіңіз. Өзі жаңағы сәлеметсіз бе? Қазақша жетен келмейді. Бірақ айтсаңыз түсінеді. Асыл тұқым овчарка сияқты өзі. Бәрін де түсінеді тақырып. Өзі сондай жақсысыз. Ал, речь өзің орысша жаңа баса бер. Кешіріңіз, он меня всегда так стесняет. Сен ең бастысы қысылма. Айта бер. Вы знаете, Асқар из-за меня пострадал. Он был совсем не виноват. Это же так возмутительно, когда честный человек из-за меня страдает. Ондай нәрсе болып тұрады. Амал қанша. Самое ужасное, я не могла заступиться за справедливость. Послушалась его. Мен оның өзіме кешпеймін. Тіпті кешпеймін. Сол кешпегенде жақсы. Ондайды өздеріңнен кешпегендері жақсы. Я хотела его там встретить. Вот. Керемет еді. Әлеш, сен ана Санжар ағаны білесің ғой? Ана әдемиде жатқан екен. Я говорю, жақсы адам, такой добрый, понимающий. Молодчина. Адамда не біледі екенсің. Сол Санжар ағам. Какой ужас. Сондай жақсы кісі. Иә. Түрмеден шыққан адамның қалтасында не болар? Жаңа қабірінің басына қол бар. Осы гүліңді Санжар ағам